Гипертиреоз, яғни гормон көп болғанда. Қалқанша без шамадан тез жұмыс істесе, ағза қызу режимге ауысады. Жүрек жиі соғып, қол қалтырайды, адам ашушаң, мазасыз болады, тершеңдік күшейеді, ал салмақ керісінше азая бастайды. Ұйқы бұзылып, жүйке жүйесі тез әлсірейді. Көп зерттеулер гипертиреоз көбіне ұзақ уақыт жиналған эмоционалды қысымнан кейін басталатынын дәлелдеді. Адам ашуын ішінде сақтап, күйзелісті жеңе алмаса, иммундық жүйе шатасып, қалқанша безін бөгге мүше ретінде қабылдап, оған қарсы шабуылдайды. Гипотиреоз, яғни гормон азайғанда. Қалқанша без баяулағанда ағзада бірге баяулайды. Шаршау, ұйқышылдық, салмақ қосу, тоңғыштық, терінің құрғауы, шаштың түсуі, дауыс қарлығуы, есте сақтау қиындауы бәрі гипотиреоздың белгісі. Уақыт өте келе холестериннің өсуі байқалуы мүмкін.